Баршаларыңызға қайырлы күн достар. Бүгін сіздермен Айнұр. Бүгін мен сіздермен өте дәмді, ең жұмсақ, корицамен дайындалатын бөлкелердің рецептісімен бөлсем. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қараңыз. Бізге қажет ингредиенттер: қант, жұмыртқа, ұн, ыстық сүт, сары май. Сары майды мен ертіп алдым, тұз, ашытқы. Мен ашытқының құрғағын пайдаландым. Алдымен ыдысқа жылы сүт құямыз, үстіне жұмыртқа саламыз, оның үстіне қант саламыз, жақсылап араластырамыз. Енді құрғақ ашытқыны саламыз. Ашытқы міндетті түрде балғын болу керек, яғни свежий болу керек. Мысалы, егер сіз бір ашытқыны ашқан болсаңыз, оны екінші рет қолдануға болмайды. Дәміне қарай тұз салдым, ертілген сары май. Жақсылап араластырыңыздар. Енді ұн салып, қамырды илейміз. Ұнды осы белгіленген мөлшерден артық салмаңыздар, өйткені қамыр қатты болып кетуі мүмкін. Жұмсақ, әдемі болу үшін осы белгіленген жазылған мөлшерді ғана салыңыздар. Мен ең алдымен венчикпен араластырам, содан соң шанышқымен араластырам. Ұнды осылай аз-аздап салып отырамын, ең соңында қолыммен илеймін. Біздің қамырымыз жұмсақ, сондай жақсы болып шығуы керек. Мінекей, бізде бөлкенің қамыры дайын. Оның бетін жауып, 1,5-2 сағатқа жылы жерге қоямыз. Менде 1,5 сағаттай тұрды, жақсы көтерілді. Егер дрожжи жақсы жұмыс істейтін болса, қамыр жақсы көтеріледі. Енді қолымызды сұйық маймен майлап, осы қамырды қазір біз бірнеше бөлікке бөлуіміз қажет. Қамырды мен шамамен 120 грамм қылып бөлемін. Сіздер 100 грамм қылып бөлсеңіздер болады, немесе 90 грамм қылып. Ол сіздердің бөлкелеріңіздің көлеміне байланысты. Және де қамырдың кішкентай бөліктерін бетін сүлгімен жауып отырыңыздар, беті кеуіп қалмас үшін. Енді әрбір бөліктерін алып, оқтаумен осылай жайып шығамыз. Қатты жұқа қылып қажет емес, шамамен 1-2 сантиметр биіктігі болса жеткілікті. Енді өздеріңіздің қалауынша начинкасын, яғни салмасын саламыз. Мен корица саламын. Сіздер мейіз салсаңыздар да болады, жаңғақ салсаңыздар да болады. Еш нәрсе салмай қойсаңыздар да болады. Енді пышақтың көмегімен осындай ұзын жолақтарға кесіп шығамыз. Рулет ұқсатып осылай орайсыздар. Содан соң тағы да улитка ұқсатып осылай орайсыздар. Және де бір шетін осылай жабыстырып қойсаңыздар болады. Піскен кезде өте әдемі болып шығады, ол жағын уайымдамаңыздар. Екіншісін барлық бөліктерді осылай жұқа қылып жаямыз, ортасын кесеміз. Тек қана салмасын өз қалауларынша салсаңыздар болады. Біздің бөлкелер әдемі болып қызарып шығу үшін, ол үшін бір жұмыртқаны алып, жақсылап тұрып шайқап, бөлкелеріміздің үстіне жағып шығамыз. Сол кезде біздің бөлкелеріміз қызарып, керемет болып шығады. Пешті алдын ала қыздырып қойыңыздар, 180 градуста 30 минуттай пісіреміз. Піскен бөлкелердің үстін қант ұнтағыменен сепсеңіздер болады. Қараңыздар, бөлкелер қандай жұмсақ, әп-әдемі болып пісіп шықты. Енді дәмін сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Өте дәмді, керемет болған. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Ортасы шикі болып қалмайды, уайымдамаңыздар.
сіздерге ұнайды деген ойдамын. Осы бөлкелерді менің рецебіменен отбасыларыңызды қуантып жасаңыздар. Сіздермен болған Айнұр. Пікір жазып, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.